Сіз білесіз бе, кейде біз өз көзімізбен көріп тұрған нәрсе шын мәнінде солай болмауы мүмкін. Немесе біз анық есімізде сақтап қалған оқиға шын өмірде мүлде болмаған болуы мүмкін. Сіз қазір бұндай тек психикалық ауытқуы бар адамдарда болады деп ойлауыңыз мүмкін. Бірақ жоқ, мұндай жағдай әрқайсымызда кездеседі. Өйткені біздің миымыз бізді жиі алдайды. Егер ол қандай жағдайларда болатынын білмесек, мұны өзіміз байқамай қаламыз. Сондықтан бұл видеода біз миымыз бізді қалай алдайтынына бірнеше қызық мысал көрсетеміз. Қуысты бет иллюзиясы. Ең айқын мысал қуысты бет иллюзиясы. Мысалы, айналып тұрған пластик масканы қараңыз. Ол іш жағынан ойыс, яғни қуысты. Бірақ қызығы, адамдар оны бәрібір дөңес бет сияқты көреді. Неге бұлай болады? Себебі біз әлемді бастапқыда екі өлшемді түрде қабылдаймыз. Миымыз заттың дөңес немесе ойыс екенін жарық пен көлеңкенің таралуына қарап анықтайды. Бірақ адам бетімен жағдай ерекше. Біз өмір бойы адам беті тек дөңес болады деп үйреніп кеткенбіз. Сондықтан маскадан келіп түскен ақпарат бет ойыс екенін көрсетсе де, миымыз оны қабылдамайды және бұрынғы тәжірибеге сүйеніп түзетіп жібереді. Яғни біздің біліміміз әлемді қалай көруімізге қатты әсер етеді. Айтпақшы, бұл иллюзияны бәрі бірдей көре бермейді. Мысалы, кей психикалық ерекшелігі бар адамдарда, соның ішінде шизофрениямен ауыратындардың шамамен 30-ында бұл әсер байқалмайды. Себебі олардың миында жоғарыдан төменге келетін түзету сигналдары әлсіз болады. Резеңке қол иллюзиясы. Тағы бір қызық тәжірибе — резеңке қол иллюзиясы. Адамның шынайы қолын жасырып, оның орнына резеңке қол қояды. Екеуі бірдей қалыпта тұрады. Сосын екі қолға бір уақытта бірдей жерлерін бірдей қимылмен сипайды. Біраз уақыттан кейін адам резеңке қолды өз қолым деп сезіне бастайды. Оған тіпті ол қол арқылы сезім бар сияқты көрінеді. Ал егер резеңке қолға соқса немесе инемен тисе, адам шошып кетеді. Ал шынайы қолын ол әлсіз сезінеді немесе мүлде байқамай қалады. Қызығы, осы кезде шынайы қолдың температурасы да төмендей бастайды. Себебі ми көру мен сезінуді біріктіріп, дене бейнесін қайта құрастырады. Жалған естеліктер. Тағы бір өте күрделі құбылыс — жалған естеліктер. Біз кейде шын мәнінде болмаған оқиғаларды мен өзім көрдім деп ойлаймыз. Мысалы, біреудің айтқан әңгімесін кейін өз басымнан өткендей сезіну. Балалық шақтағы естеліктердің бір бөлігі шын емес, ата-ананың әңгімесінен қалыптасуы. Тіпті кей жағдайларда адамға жалған ақпарат берсе, ол біраз уақыттан кейін соны шын деп қабылдай бастайды. Мысалы, куәгерлерге қатысты эксперименттерде. Бастапқыда адамдар бір нәрсені анық көрдім деп сенеді. Бірақ кейін жалған дәлел көрсетілсе, олар өз естелігін өзгертіп, мен қателесіппін деп ойлайды. Яғни біздің жадымыз фотокамера сияқты дәл емес, ол өзгеріп отырады. Ми қалай жылдам шешім қабылдайды? Біздің ми екі режимде жұмыс істейді. Жылдам, автоматты ойлау. Баяу, терең ойлау. Көбіне ми энергия үнемдеу үшін бірінші режимді қолданады. Егер жауап оңай табылса, тез шешім қабылдайды. Егер қиын болса ғана терең ойлайды. Эвристика, ми қателері. Осы жүйеден эвристика деп аталатын қателер пайда болады. Мысалы, адамдар су тасқынынан қатты қорқады. Бірақ шын мәнінде диабеттен өлім жиі болады. Немесе, адамдар ұшақ апатынан қатты қорқады. Бірақ ең қауіпті жер машинамен әуежайға бара жатқан жол. Себебі жаңалықтарда үлкен шулы оқиғалар көп көрсетіледі. Қорытындысында біз мынаны түсінеміз. Ми кейде шындықты бұрмалайды. Естеліктер өзгеруі мүмкін. Қабылдауымыз әрқашан дәл емес. Сондықтан біз әрқашан өз ойымызға толық сенбеуіміз керек.